Еркек тоқты құрбандық. Авторы Насреддин Қожарбайұлы. Желтауда мешіт ұстап бала оқытып жүрген Бекжан Сопының Шопан ата басында шырақшы болғанына да бір жылға жуық уақыт өтіпті. Тобыштардың қойымшылығы Шопан ата басындағы шырақшы кетіп ағайындары сұрағасын келген жайы бар. Бабықтың әжібайынан тарайтын Мыңбай, Селбай ағайындары құсап бай болмаса да, Бекжан ескіше хат танитын, ерекше сауатты болатын. Сонысын қарап болса керек, халық арасында Бекжан Сопы деген атпен танымал болатын. Атаның басына зиярат етуге келгендерге Шопан ата жайлы білгендерін, ескінің көзі халық жадында қалған уағыз әңгімелерді көп айтатын еді. Бәсеңдеу қоңыржай даусымен тыңдаушысын әп-сәтте баурап алатын. Ресейде кеңес өкіметі орнап күшіне міне бастаған кез. Маңғыстауға әлі жете қоймады десе болғандай. Бәлкім, даладағы азғана ауылға әсерін әлі тигізе алмай жатыр ма, әзірше тыныш, бір қалыпты өмір өтіп жатыр. Жұбайы Сәрсенбибі Әбубәкір кердерінің жақын қарындасы болып келетін. Әбубәкірдің әкесі марқұм Боранқұл мен мұның әкелері өзіңгілес, әрі тумалас болатын. Кішкентайынан сол Әбубәкірдің жырларын жаттап өскен Сәрсенбибі бәйбіше бар білгенін қыздарына үйретіп әлек. 1920 жылдың көктемінде дүниеге келген қызы Оралжан да биылдары әкесінен дәріс алуға жарап қапты. Үлкен қызы бақытта биыл 10-ға толып отыр. Қолы бос уақытта көрші ауылдардың балдарын жинап алып арабша, латынша оқытады. Өзінің 2 қызы да солардың ішінде. Латын әрпінің бір жақсысыз өз ана тілінде жазуға қолайлы болатын және араб әріптеріне қарағанда оңайлау көрінетін. Биыл қолдан қашап жасаған үңгірді бір шама жөндеп, сылап, ішін ақ тасты суға езіп ақтап алған. Іші жазда салқын, қыста жыл ұядай. Қарамағындағы 10 шақты бала ішіне сиіп кетеді. Шіркін қазағымның пейілі кен ғой. Қаншама жоқшылық десе де, Тілеухана басында адам аяғы үзіліп көрмепті. Барын әкеліп садақаларын беріп жатқаны. Оқып жатқан балалардың да атаналары келген сайын құр қол келмей, анау-мынауларын беріп кетеді. Биыл Алла оңғарса Тілеухананы кеңейтпекші. Әйтпесе қазіргі жағдайы әйтеуір жоқтан жақсы. Кеше сонау кетік жақтан ат арытып Боранбай деген жолаушы келе қалғаны, мақсаты осында бір түнеп әрмен қарай Бекет атаға зиярат етуге кетпекші. Інім, алыстан келе қалыпсың. Не хабарларың бар? Айта отыр, ел іші тыныштық па әйтеуір? Біраз өзгеріс бар ғой аға. Кетік басы абыр-сабыр. Майлыбайдың тәлпеңі ауылнай болғалы басымызға әңгір таяқ ойната бастады. Күнде бірдеңе ойлап табат, онсыз да әрең күн көріп отырған ауылға қырғидай тиюде. Біресе ет салығы, біресе тері салығы дейме, әйтеуір тыныштық беретін емес. Қолына ұстап отырған кесесін төңкеріп тастады да, жер шұқып отыра кетті. Бірдеңені айта алмай кібіртіктеп отырғаны. Аға, сол неме өткенде бір сөзінде кетіктен атты әскер шығат деген деймі? Маңғыстауды аралап кеңес өкіметін орнататын көрінеді дейме? Малдарды жинап алып қожа молдаларды ұстайды дейме? Әйтеуір аузына қаранан толғырдың әңгімесі жаман екен. Сақ болыңыз аға. Боранбай келіп кеткелі Бекжан Сопыдан ұйқы қашты. Япырай, мына заман не боп барады? Қарабасын ойлап отырған жоқ, 5-6 ұсақ жандығынан басқа мал жоқ. Елдің жағдайы, бала-шағасының жағдайы, жұбайы Сәрсенбибінің жағдайы не болмақ? Не де болса амал жоқ. Көппен көрген ұлы той. Жаратқан Алла жар бола көр. Киік жортқан қудалаға солар келе қойыр дейсің бе? Деп күбірлеп, өзін-өзі жұбатқан болады. Тек өкінетіні, 2-3 жылдықта рулас жамағайындары Мыңбай, Селбайлар үстіртке көшкенде бізбен бірге жүр, жалғыз үйде отырасың ба, айдалада дегенде тыңдай қоймап еді. Оның себебі аталарының өсіп өнген, жатқан жерін қимағандық еді. Енді өзі олай, бұлай болып кетсе бала-шағасының, жұбайының жағдайы не болмақ? Деген беймәлім сезім ішін жалап бара жатқандай. 32 тістен шыққан сөз 32 елге жайлат демекші,
малға санақ жүргізбекші, ишан молдаларды ұстайды екен деген әңгіме ел ішінде гу-гу ете қалды. Осыдан қорыққан ауылдастары балаларын оқытудан үзілді кесілді бас тартты. Ендігі жерде сауаттары ашылып келе жатқан екі қызын оқытудан басқа ермегі қалмады. Жаратқан неме не жаздым екен, артымда қалып ең болмаса өнерімді алып қалар бір ұл бермегені деп іштей налитын, бірақ білгенін жат шұрттық болса да сол екі қызына үйретіп әлек. Көбінесе көп бүк түсіп, теріс қарап жатып алатынды шығарды. Көзі ашық оқығаны көп, бекеңнің ойлағаны ел тағдыры, замана жүгі болатын. Әскер шығатын болыпты дегелі атаның басына зиярат етушілерде азайған. Бірен саран жолшыбай соғушылар болмаса, ел аяғы суыған. 1927 жылдың күзінде бір топ атты әскер Шопан ата басына сау етіп жетіп келді. Жолдан шаршаған, күздің салқын желі тоңдырған. Келе сала тілеуханаға кіріп жайғасып алды. Асы шай ішіп, қарындарына бірдеңе барғасын, кейбіреулері маужырап ұйқыға кетті. Командирі болса керек, кекиген ұзын тұра офицер ұлты татарма деймін, Әйшеға қаратпастан Бекжанның қолына кісен салды. Онысы қашып кетер деп сақтанған түрі. Сен молдасың ба? Шыныңды айт, тағы кімдер бар деп қуырып барады. Қолында тізім Әжігереев Бекжан молда деп оқып қояды. Мен молда емеспін, ескіше сауатым бар, бала оқытамын, одан басқа ештеңе білмеймін деп отырып алды. Оған көнетін әлгілер ме? Ертесіне таңғыла бере, 5-6 жандығын алдарына салып, өзін дедектетіп айдай жөнелді. Кіндік кескен туған жер, адал жары, екі шиеттей қыздары, келі Шопан ата қонысы көзден бұлбұл ұшып қала барды. Бекжан сұпыт 4 бақ денелі, орта бойлы, қуатты мағым адам болатын. Елуді енді ғана еңсерген тұла бойы даналықпен қоса күш қуатқа да толы болатын. Бесеуін 5 ұрып, мылтықтарын тартып алып, аяқ қолдарын байлап қашып кетсем бекен деген содыр ройда келмеді емес. Бірақ артында қалған үй іші қолын жіпсіз байлады. 3 күн бойы тынбай жүріп отырған олар Кетік шаһарына жетті. Маңдайшасына қызыл жала өлген барақ үй, іші абыр-сабыр, кілең қызыл жағалы әскери адамдар, кейбіреулері шүлдірлеп орысша сөйлейді. Бірден дедектетіп тергеушінің алдына келді. Қасында жалпиып Майлыбайдың тәлпең отыр. Үлкен іс бітіріп жүрген кісімсіп, қасындағы шикіл сары орысқа шала орысшамен бірдеңелерді түсіндіріп әлек. Бекжан өзі жайлы әңгіме кетіп жатырғанын айтпай-ақ түсінді. Саған молда екен мойындасын, халықтың басын айналдырып, улап жүрген мойындасын дейді офицер мырза. Жоқ, мен молда емеспін. Халық тулағаным жоқ. Қайта оқытып сауаттарын аштым. Онда неге сені сұпы дейді? Өтірік алдайсың. Мойындап, қол қой мына қағазға. Жынданып түкірігіне шашалған тәлпең орыс тергеушіден де асып түсті. Ұрып, соғып та мойындата алмаған олар шарасыздықтан шаршап, алып кетің деп айқайлады. Қастарында тұрған қарауыл болса керек сүйреп апарып тас түрмеге тоғытты. Есін жиып көзін ашса, қолқаны айтарлықтай шуаш иіс, бөлме ішінде өзі сияқты 30 шақты адам, ішінде өзі танитын қаржау ишан, жарым молда сияқты біразы бар екен. Тізім жасап берген тәлпең ит көрінеді, көріңді өкіргір төбімізге жететін болды деп қарғанып отыр біреуі. Ит қорлықта жатқандарына 3-4 ай болды. 1928 жылдың көктеміде туғалы тұр. Әйтсе де әлі де күн ызғар, өңменіңмен өтер суық жел. Таңертең ертемен барлығын шығарып порт қайдап жөнелді. Ешкім ештеңе айтып отырған жоқ, қайда апаратындар белгісіз. Ішіндегі тәлпеңнің жамағайыны сұрап қоймағас, жер аударады сендерді деген күңкілі естілді. Әйтеуір атпайды екен, оған да шүкір дейді кейбіреулері. Сонымен 30-ында қуып апарып, жағада тұрған бу кемесіне тықты. Қара түтін будақтатқан кеме батысқа қарай жол тартты. 2 күн, 2 түн бойы ауыр кеме теңіз толқынын тілгілеп қозғалып келеді. Соңғы кезде баяулап, кідірмелеуі көбейді. Басқару каютасынан айға естіледі. Бу қазаны істен шыққан, оның үстіне қырсыққанда телеграф байланысы да жасамай тұр. Ендігі жерде ғайыптан тайып жолшыбай кеме кездеспесе, аман қалулары екі талай. Кеме үстіндегі әскери күзетшілерді, теңізшілерді де үрей басқан, дәрменсіздік жайлаған.
қамаудағыларға күнделікті беретін сұлы көжесі де қысқарған, күніне 1-ақ рет береді. Арадан 1 апта өтті. Камераға от жағуды доғарғалы бөлмеші азынап, күркілдеп, жөтелушілер көбейді. Бұлай отыра берсек аштан өлеміз. Бір айла істеу керек. Кеме боцманы зар илеп отыр. Аяқ астынан қарауыл бастығы орыс офицері бір шешімге келді. Тез арада тұтқындардан құтылу керек. Әйтпесе көп ұзамай өзіміз өлеміз. Танауы желпілдеп, қанышердің көзінен от шашып тұр. Құдды осы шешімге келгеніне өзі дән риза сияқты. Кеменің қамақ бөлмесінің есігін ашып, «Палаубаға шығыңдар, тез!» деген боцманның даусы құлақты жарды. Аштықтан бұратылған тұтқындар еріксіз сүйретіле орындарынан тұрып төбеге шыға бастады. Бұлардың арам ойын бірден түсінген Бекжан қасындағылармен қоштаса бастады. Өзегін өртеген, әттеген айлар тұла бойын жайлаған шарасыздық кеудесін қысып тұншықтырып барады. Кеңес үкіметімен бірге келген халқының басындағы тажал, сол тажалға қарсы тұрар дәрменсіздік өкініші өне бойын бір сәт шарпып өтті. Бәрін кеме жағасына тұрғызып қойып, мылтық кезеніп секіріңдер деп айқайлап тұр жаналғыштар. Амалдары құраған тұтқындар жапа-тармағай суға секіре бастады. Осылайша әп-сәтте 30 адам көк теңізге шөміп жоқ болды. Еркек тоқты, құрбандық деген осы. Баку гарнизонының бастығы алдарынан шығып іздеуге пәрмен берді. 3 күн өткенде барып толқын тербеп тұрған Нәнбу кемесінің үстінен шықты. Кеме басы тып-тыныш, жым-жырт, тіршілік нысаны білінбейді. Іздеушілер командирі палаубаға көтеріліп, үнсіз состиып тұрып қалды. Кеменің тұтқындар қамайтын бөлмесі бос, үңірейіп, үрейлі аузы ашық жатыр. Кеме экипажының бөлмесіне кіргенде барып, болған жағдайда бірден түсінді. Аштықтан, суықтан қырылған экипаж мүшелері жайрап жатты. Кеме капитанының көзі ашық қалыпты. Көзі әлде үрейге, әлде өкінішке толы бақырайып қатып қалған. Бейкүнә 30 адамның қаны жібермепті.